Мынаны бүйтіп ұста, бүйтіп міне. Қолды бүйтіп созасың, мынау білезік болады. Сақинаның бауыры болады. Көрдің ғой, тегістеп соқ, тегістеп. Балғаны ұстаған кезде тұра тұр, мына жақтан ұста. Сабы сол жерден ұста. Сен енді өзіңе ыңғайлап ұста мынаны. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген томпы шер дейді. Ал соқ балам. Бисмилля. Енді мына бетін соқ. Жүреді, мен саған міне жерде бір сақина бар, соны көрсетейін, балам, келе ғой жүр. Жүр. Мынау әкеңнің қолдан жасаған сақинасы. Енді мынаны монтаж дейді, мына ұқсап жылтыратамыз. Көрдің ғой? Міне жері жылтырап тұр ғой, міне жері қап-қара болып тұр. Мынаны қазір мынандай май жағамыз, мынау жылтырататын май. Сонымен бұлай жасаймыз. Көрдің бе балам, міне? Міне, осындай сақина жасаймыз. Әке, балам? кім жасаған? Ой, балам, мұны мен жасадым ғой. Бұны әкеңнің жасаған, қолдан жасалған күміс алқасы ғой. Көрдің бе балам? Мына жері ма? Мына жері тас балам. Мынау жақұт тастардан жасалады. Тура ортасында тұрған тасы. Мұны қыздарға, тәтелерге, жеңгелерге, келіндерге тағамыз. Қандай керемет емес, қажекемен қазақи үлгідегі зат қой. Енді қара балам. Мен жаңа не жасап жатқанымды көрдің бе сен? Мен міне мынандай сақина жасап отырмын, қара. Маған қарашы, міне балам. Мынандай бір кереметтей сақина жасап отырмын. Апалардікі, міне. Сақинаның размерін өлшеуге болады, міне жерде қарай ғой. Әке көрген оқ жонар, шеше көрген томпы шер дейді балам. Қара міне. Осындай сақина, мына жерінің бәрі міне оюдан күмістен жасалған, қарашы міне. Міне, көрдің бе мынаны? Сен осындай қолдан жасай аласың ба? Жасап үйренесің ба? Әкеңнің жасаған жасайсың ба? Иә. Әкеңнің жасаған жасасаң мықты бала боласың. Міне қара. Мынандай сақинаны бүйтіп қолыңа тағып көрші өзің, міне қарашы. Сұқ саусағыңа тағып көр. Қандай керемет сақина, Осылай жұмыстар жасаймыз. Ата мұра болады. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасады.